Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Сиара жайлы айтпақшымыз. Сиара танымал R&B әншісі. Икемді хореографиясымен, әдемі бет бейнесімен және тамаша дауысымен бүкіл әлемді жаулап алды. Дебюттік альбомын шығарып, ол адамдардың жүрегінен орын таба білді. Ал екінші пластинкасын шығарып, ол өзінің әлемдік жұлдыз екенін дәлелдеген. Бірақ лейблмен жанжал болғаннан кейін табысы азайды. Бұның артында басқа да шешілмеген мәселелер бар деген өсек аяңдар бар. Сиарамен не болды? Әнші Бейонсе бұған қатысы қандай? Сиара мен Рианнаның арасындағы жанжал неге көп жылға созылып кетті? Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ал біз бастаймыз. Сиара өзінің музыкалық мүмкіндігін танытқан дарынды орындаушы, әнші өте жан-жақты адам. Ол бас айналдыратын музыкалық мансапты ғана емес, сонымен қатар бірнеше фильмдерде және әйгілі дизайнерлердің шоуларында ойнай алды. Сиара 1985 жылы 25 қазанда Остин шағын қаласында дүниеге келген. Оның әкесі әскери қызметте болды. Осы себепті оның отбасы бүкіл әлемді қыдыруға мәжбүр болды. 10 жасында отбасы болашақ американдық жұлдыз, балалық және жастық шағы өткен Атлантаға көшті. Қыздың ерекше және экзотикалық көрінісі әрқашан назар аударды. Кейде бұл ықылас ізгілікті емес еді. Алайда Сиара өзінің экзотикалық келбетін мақтан тұтатынын және модельдік мансап құруды армандайтынын айтты. Ол тіпті үйде сән көрсетілімін жүргізді. Қызда модель болу үшін барлық деректер болды. Бойы, салмағы және әдемі тұлға. Бір күні Сиара тағдырдың баласы Destiny's Child тобын көрді. Содан бері қыздың жоспары өзгерді. Ол әйгілі әнші болуды армандады. Ата-аналар қыздың музыка жасауға деген құштарлығын ықыласпен көтерді. Олар оны музыка мектебіне жіберді. Онда музыкалық аспаптарда ойнаудан басқа қыз хор бөліміне барды. Сиара өте бай өмір сүрді. Олардың отбасы саяхаттап, сәнді киім сатып алып қана қоймай, қызын беделді университетке оқуға жібере алды. Сиара музыкалық әлем шыңына шығуды аз танымал музыкалық топтардың бірінде қатысудан бастады. Бірақ қыз мойындағандай, командада ол еркін тыныс ала алмады. Сондықтан оның топқа қатысуы жеке мансабын бастамас бұрын жаттығудың бір түрі болып табылды. Жас музыкалық топ корпоративтік кештерде, клубтар мен мейрамханаларда жиі өнер көрсетеді. Спектакльдердің бірінде Сиараны атақты продюсер Джаз Фа байқады. Іс-шарадан кейін ол қызды келісімшартқа отыруға және жеке мансабын бастауға шақырды. Ал болашақ америкалық жұлдыз ойланбастан келісті. 2004 жылы әншінің Good Days дебюттік альбомы шықты. Бірінші альбом өте сәтті шықты. Бір қызығы, жас әншіні іс жүзінде ешкім білмейтініне қарамастан, жазба тез арада сатылып кетті. Келесі күні Сиара атақты болып оянды. Американдық әншінің дебюттік альбомы бір айға жуық әлемдік музыкалық хит-парадтарда жетекші орынға ие болды. Содан кейін әнші гастрольдік сапарға шықты. Соның арқасында өзінің жанкүйерлерінің аудиториясын кеңейтті. 2006 жылы американдық әнші өзінің екінші альбомын Sierra The Evolution шығарды. Орындаушы мойындағанда екінші альбом осындай атау алды. 3 жылдың ішінде мен әнші ретінде өстім. Әндерімді орындаудың басқа деңгейіне жеттім. Менің жанкүйерлерім 100-деген есе өсті. Бұл сөздер негізсіз болған жоқ. Sierra The Evolution шыққаннан кейін, бірнеше аптадан кейін ол платина болды. 1 жылдан астам уақыт бойы Get Up және Like a Boy тректері музыкалық хит-парадтардың басында тұрды. Сиара екінші жазбаның шығуын қолдау үшін гастрольге шықты. 2009 жылы ол жанкүйерлерге Fantasy Ride альбомын сыйлады. Музыкалық сыншылардың пікірінше, бұл американдық әншінің ең сәтті және сапалы жазбаларының бірі болды. Әншінің әйгілі әртіспен бірге жазған Love Magic әні Justin Timberlake'пен барлық радиостанцияларда ойнатылады. Біраз уақыттан кейін бұлар Америка құрама штаттарынан тыс жерлерде танымал болған бейнеклип түсірді. Кейін Сиара өзінің жұмысы үшін өзінің алғашқы Грэмми сыйлығын алды. Үшінші альбомды қолдау үшін әнші дәстүрлі түрде гастрольге шығып, музыкалық композициялар мен хореографияны тамаша орындаумен көрермендерді баурап алды.
2009 жылы Сиара Энрике Игласиаспен бірге жазған Taken Back My Love атты тағы бір ән мен бейнебаян шықты. Лирикалық және аздап драмалық композицияның арқасында әртістер өте танымал болды. Ол бірден хитке айналды. Жолдан кейін тағы бір рекорд шықты, бірақ бұл сәтсіздік болды. 2011 жылы ақпан айында ол Facebook парақшасында өзінің лейблінің толық қаражаттандырылмағанын айтқан. Сиараның айтуы бойынша лейблдан қолдау болмағандықтан өзінің қаражатымен бірнеше өлеңін жарыққа шығарған. Үшінші, төртінші альбомдарын шығарғанда оның көңілі қалып, жұмыс жасасып келген компаниямен келісім шартты тоқтатады. Альбомдардың төмен сатылудың негізгі себебі аз қаражаттандыру болды. Және Сиара оның лейблімен жаңа музыкалық стильге ауыспағаны болып табылады. Сол 2011 жылы Сиара әйгілі Epic Records лейблімен келісім шартқа отырды. Содан кейін американдық жұлдыз жапсырманың қолдауымен Сиара жазбасын шығарды. Оның ішінде Body Party әні бар. Би әні дискотекалар мен клубтық кештерді сөзбе-сөз жарып жіберді. Сиара би алаңын бағындырып жаңа жанкүйерлерге ие болды. Америкалық диваның жетістігі Джекидің рекордымен нығайды. Ол оны 2015 жылы шығарды. Жаңа рекорд гастрольге шығуға мүмкіндік болды. Гастрольден кейін Сиара шығармашылық үзіліс жасады. Содан кейін әнші жанкүйерлеріне жақында жаңа альбом жазуға кірісетінін хабарлады. Жаңа дискіге енгізілген композициялар бұрынғы шығармалардан стиль жағынан ерекшеленді. 2018 жылы Level Up дискісі шықты. Бұл альбомға енген батыл, ойнақы және өткір тректер американдық әншінің бұрынғы шығармаларынан ерекшеленді. Жазбаны музыка сыншылары, жанкүйерлер мен музыка әуесқойлары жылы қабылдады. 2019 жылы Сиара өзінің 7-ші Beauty Marks альбомын шығарды. Бұл ұзақ пьесаның ғана емес, Сиараның өз лейблінің атауы. Ол лейблді 2017 жылы жасады. Сұлулық белгілері жинағы Келли Роуланд, Destiny's Child тобының бұрынғы мүшесі мен Маклморды көрсетті. Пластина өте заманауи болып шықты. Бұған альбом рейтингі дәлел. Америкалық әнші 2020 жылдың басында 8-ші дискімен жанкүйерлерді қуантты. Бейонсенің қатысы қанша деп отырған шығарсыздар. Сиара мен Бейонсені о бастан салыстырған болатын. Бірақ ол бұл салыстыруларды майда шүйде деп қабылдамаған. Сиара айтқан керісінше Бейонсе менің стилімді қайталайды деген. Сиараның сөзі бойынша 2009 жылы бір бейне баянында ол металл киіммен болған. Оны Тер Мюглерден шабыт алғанмын дейді. Менің түсінгенім бойынша Бейонсе де Мюглерді өзінің турында қолданған. Менің ойымша бұл өте төмен көрсеткіш. Сиара сұхбатында осылай айтты. Кейін 2009 жылы Сиараның Fantasy Ride альбомы шықты. Сатылымы өте нашар болды. Қалай ойлайсыздар, бұған Бейонсе кінәлі ма? Ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сиараның Рианамен де ара қатынасы қатты шиеленіскен. Ұрыс 2011 жылы басталған. Ұрыстың себебі Риананың талғамсыз киінуі болды. Fashion Police деген ток-шоуда Сиара сән маманы ретінде барады. Риана сән сотының алдындағы жұлдыз болды. Сиара ойындағының барлығын айтты. Риананың өнеріне қатты қызығамын, бірақ оның киінгені менің ашуыма тиеді, дейді. Риана лезде өзінің твиттерінде жауап береді. О, кешір Сиара, мен саған кеңес бермедім деп Риана өзінің Сиараға қарағанда танымал екенін меңзейді. Сиара бұндай айыптаулар негізсіз деп жауап қайтарады. Риана, сен менімен сахнаның сыртында кездескің келмейді, дейді Сиара. Риана бұны дөрекі айтылды деп келесі жауабында дөрекі сөздермен жазып жібереді. О, я, сен гангстерсің ғой, ха-ха-ха. Сәттілік тілеймін өзінің айтқан сахнаны брондаумен деп жауап қайтарады. Кейін Риана өзінің қатты кеткенін түсініп кешірім сұрайды. Сиара жаным, мен сені жақсы көремін. Теледидарда мен туралы жаман айтқан үшін саған ренжідім. Мен қатты ұяламын, дейді. Рири, кешіріміңді қабылдаймын. Мен де сені жақсы көремін. Алғаш көргеннен бастап, дейді Сиара. 2 жылдан кейін 2014 жылы Риана құрбыларымен бірге түскен фотосын әлеуметтік желіде жариялайды. Онда олар Сиараның жаңа клипін көріп, күліп жатқанын байқауға болады. Сиара жауап ретінде оларға өсу керектігін және басқа да жұмыстармен айналысуын сұрайды.
Негізі екі диваның бір-біріне шиеленісуінің басты себебі Крис Браун деп ойлаймын. Риана Крис Браунды Сиарадан қызғанды. Себебі Сиара Крис Браунмен турларда бірге өнер көрсетті. Және Крис Браун оның ең сүйікті атақты әртісі Сиара деп атаған. Риана Крис Браунмен ажырасып кетті. Екі диваның ара қатынасы жақсаруы керек еді. Бірақ 2022 жылы Риана бірінші баласын босанғанда Сиарадан Риананы құттықтадың ба дегенде ол жоқ, біз 2011 жылдан бастап араласпаймыз деді. Бір қызығы, Сиара мен Крис Браун бірігіп 2023 жылы жаңа трек жазды. Бірақ қазір бұл Риананы ешқандай да алаңдатпайды. 2023 жылы Сиара 4-ші баласын дүниеге әкелді. Баланың әкесі спортшы Рассел Уилсон болды. Мансап барысында Сиара көп тапсырманы орындауды және шығармашылық мүмкіндіктерді пайдалануды үйренді. Қазір музыка сыншылары мен кино мамандары оның жетістігі туралы айтып жатыр. Соңғысы 2023 жылы Элис Уокердің романына негізделген «Күлгін түсті» фильмінің премьерасын жіберіп алған жоқ. Онда Сиара Нети Харрис рөлін Хейли Бейлимен бөлісті. Музыка әлемі әртістің Крис Браун және Лил Бэбелмен бірге жұмыс істеген CC атты EP-ін қабылдады. Сонымен бүгінгі шығарылым соңына келді. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.